Кімге дауыс береміз дейді. Дауыс беретін адам көріп тұрған жоқпын мен. 3 партия бар жоғы. Қанша мәжілісте қанша партия бар бізде? Аманат бар, Халық партиясы бар, Ақ жол партиясы бар. Ауыл партиясы бар ма? Мәжілісте жоқ қойдым. Сол Ақ жол, Халық партиясы және Аманат партиясы үшеуі де Тоқаевты қолдап отыр ғой. Ол Назарбаевтың кезінде де ондай болмаған. Назарбаев тек қана Нұр Отан қолдайтын. Тоқаевты 3 партия қолдап отыр қазір. Ақ жол және Халық партиясы. Халық партиясы ол бұрынғы коммунистер. Қазір ребрендинг жасап Халық партиясы болып ауысқан. Бәрі шешіліп қойған шығар дейді. Иә, енді басқа түсіп жатқан үміткерлерді, кандидаттарды мен танымайды екен мысалы. Оларға біреу дауыс береді деп ойлайсыздар ма? Тіркелген кандидаттарды айтамын. Арасында біреу Жигули деген кісі. Бүгін бір Қарақат Әбден деді ма? Бір әйел адам түсіп отыр екен сайлауға. Ол кісіні де танымайды екен мен. Өтірік атауын ауыстырды, коммунистер заты сол күйі дейді. Иә, атау ғана ауысты ғой.